Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Назген Ашырбай. Бүгінгі сабағымда Инстаграмға арналған пост жазудың екі әдісімен бөлісемін. Бірінші әдісі тікелей сату арқылы жазылатын пост түрі, екінші әдісі сатпай сату техникасы арқылы жазылатын пост түрі. Видео сізге қызықты болса, соңына дейін қараңыздар, сіздер үшін өте пайдалы ақпарат болады. Тікелей сату дегеніміз қалай? Тікелей сату өте оңай. Көптеген бизнес аккаунттарды қарасаңыздар, товарный болсын, услуга болсын, посттарында, яғни оның жалпы товарының характеристикасын жазып қояды. Ал сатпай сату техникасы дегеніміз ол мүлдем басқаша. Яғни ол жерде сіз өзіңіздің аудиторияңызды, клиенттеріңізді қызықтырасыз, сіздің затыңызды алдын ала сатып алатындай етіп жазатын посттардың түрін айтамыз. Мысалы, сіз товарный бизнесте болсаңыз, сіз күнделікті 6-7 пост салуыңыз керек. Мысалы, сол 6-7 посттың әр 3 посты сізде сатпай сату техникасы бойынша қолданылу керек. Яғни, сіз мысалы 1-2 пост шығаруыңыз мүмкін, болмаса аптасына 3-4 қана пост шығаруыңыз мүмкін. Сол 1-2 посттың өзінде клиент сіздің парақшаңызда қалатындай, сіздің посттарыңызды қызығып оқып, қалай сатып алған білмей қалатындай посттарды жазып үйрену керек. Жарнамаларды қарап отырсаңыздар, стористарда бөлісіп отырады, өздерінің посттарында бөлісіп отырады. Сіз сол посттарға қарап, комментария жазып, өзіңіздің белсенділігіңізді танытып отырып, ол тауарды қалай сатып алғаныңызды білмей қаласыз. Ондай жағдайлар өте көп. Ойланып қараңызшы, дәл қазір сіздің де сол моменттен өткен естеліктеріңіз көз алдыңызда өтуі мүмкін. Контент жоспар нақты құрылғаннан кейін ең маңызды этап бұл пост жазу. Сіз контент планды құруды білмесеңіз, менің алдыңғы видеоларыма өтсеңіз, сол жерде контент план құрудың оңай таблицасы 8 жолын көрсеткенмін. Сол бойынша өзіңіздің контент жоспарыңызды құра аласыз. Яғни контент жоспар құрылғаннан кейін сіз сол контент жоспардың тақырыптары бойынша енді толықтырылған копирайтинг, яғни ішкі текстін жазуға көшесіз. Тікелей сатудағы техника қандай? Бұндағы техника, сіз тауар болсаңыз, тауарыңыздың барлық характеристикасын көрсету керексіз. Яғни сіздің тауарыңыздың артықшылығы қандай, қай жақтан келді, бренд болса брендтің аты, Zara деген сияқты, Балақай деген сияқты брендтер болса, соны қойсаңыз болады мысалы. Одан кейін барып, ол тауарды қалай қолданады, не үшін қолданады, ол кімге арналған деген сияқты. Одан кейін оның доставкасы қандай, қала ішінде, қала сыртында, қазпочтамен қанша күн аралығында жетеді, бөліп төлеу болса, бөліп төлеудің барлығын жазып, барлық характеристиканы, артықшылықты басқа тауармен салыстырғандағы качествосы қандай, соның барлығын жазу керексіз. Яғни, бұл жерде сіз клиент маған қоядау деген барлық сұрақтардың барлығын жазып қою керексіз. Сонда сізде клиентіңізде сұрақ қалмайтындай, тек қана тапсырыс жасауға ғана мүмкіндік қалады. Кейбір аккаунттарды қарасаңыздар, барлық характеристикасы бар, жеткізілу доставкасы бар, бірақ бір ғана минусы ол бағаны жазбай кетеді. Бағасы қанша деп комментарияда жазылып тұрады. Көп деген қарасаңыздар. Қазірде трендте емес, бұрынғы алдыңғы 1-2 жылда трендте болған бағаны жазбау, бағаны жазбайды, WhatsAppқа, жаңа дайректке жазу арқылы адамдардың кері байланысын, іс-әрекетін күшейту мақсатында ол сол кезде актуальный болған. Ал дәл қазіргі кезде сіз мысалы өз тауарыңызға бұл жаңағы бағаны жазбасаңыз, сіздің дайректіңізге жазады, WhatsApp-ыңызға жазады. Сіздің мысалы уақытыңыз болмай кеш қарауыңыз мүмкін. 5 минуттың ішінде, 10 минуттың ішінде сіз жауап берем дегенше, басқа конкуренттеріңіздің парақшасына кіріп, сол жердегі бағаларды көріп, сол жерден ғана тапсырыс беру мүмкін. Яғни бұл сіздің Instagram парақшаңыздағы актуалдылығыңызды азайтады. Және әрбір посттың соңында сіздер клиентпен кері байланыс жасап отыру керексіз. Ең соңында сіз, яғни ол жерге call to action қойырсыз, яғни іс-әрекетке шақыру керексіз. Жалпы клиент, сіз клиентпен қарым-қатынасты жақсартқанды жақсы көреді, яғни внимание болғанын. Мысалы, сіз детский товармен айналысасыз, кроват сатуыңыз мүмкін, сіздің аудиторияңыз әйелдер. Мысалы, 2020-дағы мысалы коляскалар мен 2022-дегі коляскалардың
мысалы дизайны бөлек болуы мүмкін. Біздің тауарымыздағы жаңа трендтегі коляскалар сізге ұнады ма, қай түсі ұнады, сіз бұрын қандай коляска қолданған едіңіз балаңызға деген сияқты сауалнама қойып кетсеңіз, ол жерде сіздің аудиторияңыз аналар болғандықтан сізге міндетті түрде кері байланыс жасайды. Сонымен қатар міндетті түрде нөмірді қалдырып кетеміз. Кері байланыс жасау үшін сілтемеге өт, шапка профиль, сайтқа өт, болмаса төмендегі нөмерге хабарласу арқылы барлық ақпаратты толыққанды ала аласыз деп жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сатпай сату техникасы, бұл мысалы сіздер күнделікті товарка болсын, қызмет болсын, менің тауарымды алшы, күнде менің тауарым деп көрсетіп айта бергені адамдар шаршайды. Оның да арасында бір өзгешелік беріп отыру керек. Яғни сіз сатпай сату техникасын қолдану керексіз. Мысалы, мынау тұрған ноутбук, осы ноутбукта мысалы мен жарнамалап барлық характеристикасын айта отырып, мен өз услугамды сіздерге сата аламын. Оны қалай жасаймын? Мен барлық ноутбуктың жақсы жақтарын, артықшылығын, жұмыс жасауда жеңілдігін, телефонды азаннан кешке дейін шұқып отырғанша көптеген жазатын мен файлдарымды, документтерімді, басқа да жасайтын дизайндарымды мен ноутбукта жасай аламын. Өйткені бұл экраны жағынан кең, тез жұмыс жасайды, көп орынды алмайды деген сияқты барлығын айта аламын. Және соңында мен үйде отырған ана ретінде нөлден бастап осы копирайтингті қолданып үйрену барысында қазір мен осы 150 мың теңгеден жоғары табыс тауып жатырмын деп. Яғни мен сізді өзімнің курсыма шақыра аламын. Менің осындай 25 күндік курсыма тіркелу арқылы сіз де осылай үйде отырып табыстап аласыз және де өзіңіздің қалаған дүниелеріңізді ала аласыз деп мен мысалы сізге рекламировать етіп өзімнің тауарымды сатып жібере аламын. Яғни сатпай сату техникасы дегеніміз өзіңнің бір оқиғаңды, болмаса бір тауарға қатысты, өзіңнің нишаңа байланысты нәрсені айтып, бір оқиғаны айтып, соңында өзіңнің қызметіңді сатып жіберу. Сіз товарный бизнес болсаңыз да, мысалы аяқ киім болсын, болмаса бір массаж услугасы болсын. Мысалы шаш күтімі болды, шаш күтіміне байланысты бір проблема тақырыпты қоясыз. Одан кейін барып, сіз мысалы менің шашым көп түсетін еді, мен көп іздендім, көптеген жаңағыдай су сабындармен жудым, жолын іздедім деген сияқты айтып келе жатасыздар. Яғни Дайсонды бұл жерде сатып жіберуге болады. Яғни сіз шашыңыздың көп түсетіндігін айта отырып, бұл жерде Дайсон аппаратын қолдану арқылы шашыңыздың бұрынғыдан да әрі қарай жақсы болғандығын, шашыңыздың түсуінің тоқтағандығын айтып, яғни өзіңіздің әйелдер аудиториясына бұл теманы, өзіңіздің сатып жатқан тауарыңызды өткізе аласыз. Жалпы сатпай сату техникасында ең бірінші тақырыбы керек, екінші осы қызметке немесе тауарға байланысты проблемасы болу керек, үшінші осы проблеманы қалай шешті, төртінші қандай шешімге тоқталды. Дәл осы форматта өзіңіздің тауарыңыз болсын, қызметіңіз болсын, дәл осы форматта сатпай сату техникасына байланысты посттарды жаза аласыз. Мысалы, экранға мен сізге осы бір постты көрсеттім. Яғни бұл жерде тақырыбы бар, адамның назарын аударатын тақырып бар. Одан кейін барып ішкі описаниясы, адамның жалпы проблемасы көрсетілген, оны шешу жолдары және де қандай ой түйді, соған байланысты ең соңына тоқталып кеткен. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, комментарийдің өзі өте үлкен болып тұр, яғни адамға кері байланыс жасайтындай сіздің сатпай сату техникаңыз осындай болу керек. Достар, сіздер үшін өте пайдалы ақпарат болды деген ойдамын. Комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.